Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге кешкі асқа арналған жаркояның рецептісін ұсынамын. Ең алдымен барлық керекті ингредиенттерді турап алатын боламыз. Бір пияз, бір сәбіз қажет болады. Тураған кезде қатты жіңішке емес, және қатты жуан емес, орташа формада турайтын боламыз. Дәл солай картопты да орташа формада турап шығатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Барлығын бөлек-бөлек ыдысқа салып қоямыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық майымызды құятын боламыз. Оның үстіне 4 бұрышты формада туралған етімізді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, етіміздің суы тартылғанша және әдемі болып қуырылғанша. Енді турап алған сәбізімізді қосамыз. Сәбіз қосқаннан кейін оның үстіне бірден пиязды да қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қатты отта 5 минуттай қуырамыз. Енді томат пастамызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңғы турап алған картоптарымызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз, бұрыш қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Оттың астын төменгі жылдамдықта қойып, бетін крышкамен жауып, шамамен 1,5-2 сағаттай буда пісіреміз. Біздің тағам дайын болды. Етіміз, картошкамыз, сонымен қатар сәбізіміз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Дәл осылай қуырған маған өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.